Балалар, орнымыздан тұрамыз, менің атыма қосылайын сен. Күн нұрындай көңілім, даладай кең пейілім, жүрегім толы мейірім, бәріне ортақ шуағым, қайырымды баламын. Жақсы балалар, отыра қойыңдар. Жалпы балалар, әр адамның кіші отаны болады. Отан дегеніміз туып өскен жеріміз. Кей адамдар ауылда тұрады, кей адамдар қалада өмір сүреді. Ендеше қалада адамдар қалай өмір сүреді, және ауылда адамдар қалай өмір сүреді деген тақырыпта бүгін сабағымызды бастаймыз. Ендеше олай болса, сабағымыз қандай тақырыпта болады деп ойлайсыңдар? Не жайында бүгін сабағымыз болады деп ойлайсыңдар? Сабағымыз не жайында? Қарай қойыңдар. Туған жер туралы болады дейді. Қандай тақырыпта сабағымыз болады деп ойлайсыңдар? Ауыл мен қала. Ауыл мен қала. Ендеше бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы ауыл мен қала арасында байланыс бар ма деген тақырыпта болады екен, балалар. Олай болатын болса, қазір алдағы уақытта біз ауыл мен қала арасында байланыс, қандай байланыс бар, ауылда қандай өндіріс, қалада қандай өндірістер бар екенін білетін боламыз. Экономика ол шаруашылық қызметі адамдардың. Адамдар экономикамен айналысу арқылы өндірістік өнімдер өндіреді, оларды тауар деп айтамыз. Ал тауар дегеніміз ол қолмен ұстап көріп, қолмен жасайтын заттар. Олар тауарларды қайтеміз жасап, оларды өндіріп, экспорттауға жібереміз. Балалар, жалпы ауылда қандай өнімдер алуға болады? Ауылдар қандай өнімдер дайындап шығарады? Қалаға жіберуіміз керек. Жақсы. Егін шаруашылығымен айналысады. Сонымен мал шаруашылығымен айналысады. Мал шаруашылығымен айналысатын адам не ала аламыз? Өнімдер. Қандай өнімдер? Сүт жасайды. Тағы да? Айран, сүт өнімдері, ақ өнімдерден аламыз. Соны енді балалар қолдарыңызға мынандай тұрған пирогтаны киіп, енді соның ішінде құрт өнімдерін өз қолымызбен жасап көрейікші. Құрт өнімдерді одан кейін айттық, біз сонымен қатар егіншілікпен де айналысады. Мына жердегі топтар, сендер осы өніммен жұмыс жасаңдар, а сендер мына жерде берілген осыдан өздерің тоқымдар құрт жасап шығарыңдар. Ол құрттарыңды содан кейін жарнамалаймыз. Ауыл қаласыз, қала ауылсыз өмір сүре алмайды деген сөзбен келісесіңдер ме? Мысал келтіре отырып, сөйлемдегі айтылған ойдың дұрыстығын дәлелдеп беріңдер. Ол арқылы тезірек кестені толтырып жіберіңіз. Қаласыз
ауыл өмір сүре ала ма? Ауыл қаласыз өмір сүре ала ма? Қала ауылсыз өмір сүре ала ма деген сөзбен келісесіңдер ме? Көруге болады. Ол тауарлар қолдан қолға өтеді. Шаштараздар, сатушылар, аяқ киім жөндеу шеберлері жаңа тауар түрін шығармайды. Олар адамдардың қажеттілігін өтеуге қызмет көрсетеді. Суреттерге қара, сыныптастарымен қала және ауыл тұрғындары немен айналысатынын анықтаңдар. Қорытынды жасап көріңдер. Қала мен ауыл өте тығыз байланысты. Ауыл қалаға өзінің шаруасының заттарын береді. Мысалы, астық, жүн, тері, мақта береді. Ал осыларды қалада фабрика, заводтарда, яғни өндіріс орындарында өндіреді. Мысалы, Айкүміс және тапсырма бойынша өз ойыңды оқи қой. Мен санаймын, ауыл қаласыз өмір сүре алмайды. Себебі ауыл қалада неше түрлі нәрселерді алады. Мысалы, ауылда шыққан тауарлар алып келеді. Сол себепті ауыл қаласыз өмір сүре алмайды. Өте жақсы, өте жақсы. Тақым оқығысы келеді. Тақым оқығысы келеді жазғандар. Кәусар оқи қой. Не жаздың өзіңе? Сабақ барысында не қызықты болды? Сабақ барысында не ұнады? Қандай тапсырма жақсы орындадың? 3 сәт стратегиясы әдісі бойынша айта қой. Саған ұнаған? Қатар сөйлеп алдың. Сабақ барысында не ұнады саған? Торт пісіру ұнады, жақсы. Қандай тапсырманы жақсы орындадың? Заттарды қайттың торттың? Өлшеп, олардың массасын танытыр. Жақсы. Сабақ барысында не қызықты болды? Пирог пісіру. Сабақ барысында не ұнады? Пирог істеу. Қандай тапсырманы жақсы орындау? Пирогты жақсы пісіру ұнады. Балалар, олай болатын болса, бүгінгі сабағымызда қайтып, ауыл қаласыз, қаланың ауылсыз өмірі жоқ деген не дегенім ойымызды қорытындылаймыз. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жалпы сабағымды қорытындылай келе, сабақ мақсатына толық жетті. Оқушылар қала мен ауыл арасындағы байланысты өз беттерімен ажыратып, оларға мысалдар келтіре алды. Мысалға суретті сөйлеп, тірек жаңғағы 3 сәтті стратегия тапсырмалары арқылы, әдіс тәсілдері арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы жоғары болды. Жұптық және топтық тапсырмалар орындау барысында оқушылар өз беттерімен жұмыс жасай алып, олардың қолдарымен жұмыс жасауы өз еріктерімен оларға өте қызықты болды. Әсіресе ауыл мен қала арасындағы айырмашылықтарға олар мысалдар келтіре отырып, олардың тапсырмаларды орындау арқылы оқушылардың зерттеу дағдыларының дамығанын байқауға болады. Сол сияқты оқушылардың тапсырманы сабаққа өте белсенді қатысып, өз ойларын еркін жеткізе білді. Сабақ мақсатына жетті. Жалпы топта жұмыс жасаған кезде, қала ауыл болып 2 топқа бөлініп жұмыс жасаған кезде, өте балаларға зерттеу жұмыстары қолдарымен жасаған, өз қолдарымен жасаған жұмыстар өте қызықты болды. Олар, мысалы, ауыл тобы құрттың, содан кейін қоспаның қалай орындалатынын өз қолдарымен көріп, соны өз қолдарымен жасап, оларды ыдыстарға салып, құрттардың бәріне атау беріп, оны экспорттап қалаға жіберу тапсырмалар орындаған кезде балалардың қызығушылығы арта түсті. Сабаққа белсене қатысты. Сонымен қатар қала тобында оқушылар шеберханада қазақтың ұлттық қолөнерінен көрпешелер тігіп жатуы, сонымен қатар дәмді торттардың пісіп жатуы, солар балалар өз қолдарымен жасап, барлығын жасап сезініп отырғаннан кейін, дәмін көріп, оның түрін көріп, қолмен жасағаннан кейін, сол тапсырмалар өте ұтымды шықты деген ойдамын. Жалпы сабақ мен мақсатыма жетті деп ойлаймын.